Салем, достар! Сегодня мы учимся понимать казахский на слух с помощью короткого диалога по теме «Бос уақыт» – свободное время. Урок состоит из нескольких частей. В первой части вы услышите диалог без перевода, но уже с субтитрами. Следите за текстом, чтобы укрепить навыки чтения и лучше понять диалог. Бос уақытымда не істейсің? Мен сериал көргенді және интернетті шарлағанды ұнатамын. Сен әдетте қандай сериал көресің? Мен криминалдық және комедиялық сериал көргенді жақсы көремін. Сен компьютерді күнде пайдаланасың ба? Мен компьютерде ойын ойнаймын және музыка тыңдаймын. Ал сен қандай спортпен шұғылданасың? Волейбол, теннис ойнаймын және суда жақсы жүземін. Сен жүзуге жиі барасың ба? Аптасына бір не 2 рет барамын. Сен ше? Сен бос уақытында немен айналысасың? Мен достармен кездесуді ұнатамын. Сендер әдетте қайда барасыңдар? Біз әдетте кафеде кездесеміз, бірақ демалыс күндері клубқа барамыз. Кейде мен оларды үйге шақырамын, өйткені тамақ пісіргенді жақсы көремін. Сен тамақ пісіре аласың ба? Иә, келесі жолы бізге қонаққа кел. Сенің сүйікті сериалыңды бірге көрейік. Шақырғаныңа рахмет. Қуана-қуана барамын. Бос уақытыңда не істейсің? Бос уақытыңда не істейсің? Бос уақытыңда не істейсің? Чем ты занимаешься в свободное время? Мен сериал көргенді және интернетті шарлағанды ұнатамын. Мен сериал көргенді және интернетті шарлағанды ұнатамын. Мен сериал көргенді және интернетті шарлағанды ұнатамын. Я люблю смотреть сериалы и сидеть в интернете. Сен әдетте қандай сериал көресің? Сен әдетте қандай сериал көресің? Сен әдетте қандай сериал көресің? Какие сериалы ты обычно смотришь? Мен криминалдық және комедиялық сериалды жақсы көремін. Мен криминалдық және комедиялық сериалды жақсы көремін. Мен криминалдық және комедиялық сериалды жақсы көремін. Я люблю криминальные и комедийные сериалы. Сен компьютерді күнде пайдаланасың ба? Сен компьютерді күнде пайдаланасың ба? Сен компьютерді күнде пайдаланасың ба? Ты пользуешься компьютером каждый день? Мен компьютерде ойын ойнаймын және
музыка тыңдаймын. Мен компьютерде ойын ойнаймын және музыка тыңдаймын. Мен компьютерде ойын ойнаймын және музыка тыңдаймын. Я играю на нем в игры и слушаю музыку. Ал сен қандай спортпен шұғылданасың? Ал сен қандай спортпен шұғылданасың? Ал сен қандай спортпен шұғылданасың? А каким спортом ты занимаешься? Волейбол, теннис ойнаймын және суда жақсы жүземін. Волейбол, теннис ойнаймын және суда жақсы жүземін. Волейбол, теннис ойнаймын және суда жақсы жүземін. Играю в волейбол и теннис. Я хорошо плаваю. Сен жүзуге жиі барасың ба? Сен жүзуге жиі барасың ба? Сен жүзуге жиі барасың ба? Ты часто ходишь плавать? Аптасына бір не екі рет барамын. Сен ше? Аптасына бір не екі рет барамын. Сен ше? Аптасына бір не екі рет барамын. Сен ше? 1 или 2 раза в неделю. А ты? Мен достармен кездесуді ұнатамын. Мен достармен кездесуді ұнатамын. Мен достармен кездесуді ұнатамын. Мне нравится встречаться с друзьями. Сендер әдетте қайда барасыңдар? Сендер әдетте қайда барасыңдар? Сендер әдетте қайда барасыңдар? Куда вы обычно ходите? Біз әдетте кафеде кездесеміз. Бірақ демалыс күндері клубқа барамыз. Біз әдетте кафеде кездесеміз. Бірақ демалыс күндері клубқа барамыз. Біз әдетте кафеде кездесеміз. Бірақ демалыс күндері клубқа барамыз. Обычно мы встречаемся в кафе, но на выходных ходим в клуб. Кейде мен оларды үйге шақырамын. Өйткені тамақ пісіргенді жақсы көремін.
Кейде мен оларды үйге шақырамын, өйткені тамақ пісіргенді жақсы көремін. Кейде мен оларды үйге шақырамын, өйткені тамақ пісіргенді жақсы көремін. Иногда я приглашаю к себе, потому что люблю готовить. Сен тамақ пісіре аласың ба? Сен тамақ пісіре аласың ба? Сен тамақ пісіре аласың ба? Ты умеешь готовить? Иә, келесі жолы бізге қонаққа кел. Иә, келесі жолы бізге қонаққа кел. Иә, келесі жолы бізге қонаққа кел. Да, и неплохо. Приходи к нам в следующий раз. Сенің сүйікті сериалыңды бірге көрейік. Сенің сүйікті сериалыңды бірге көрейік. Сенің сүйікті сериалыңды бірге көрейік. Мы можем посмотреть твой любимый сериал все вместе. Шақырғаныңа рақмет. Қуана-қуана келемін. Шақырғаныңа рахмет. Қуана-қуана келемін. Шақырғаныңа рахмет. Қуана-қуана келемін. Спасибо за приглашение. С радостью. А теперь можете ответить на эти вопросы в комментарии. Олжас бос уақытында немен айналысады? Орманда серуендейді, детектив оқиды, шахмат ойнайды, ғаламторда отырады. Олжас нені жақсы істейді? Оқиды, суда жүзеді, көлік жөндейді, жиһаз құрастырады. Самал әдетте достарымен қайда кездеседі? Кафеде, клубта, дүкенде, кинотеатрда. Олжас қандай спортпен шұғылданады? Футбол ойнайды, сноуборд ойнайды, волейбол ойнайды, жүгіреді. Самал не істегенді ұнатады? Театрға барғанды, маникюр жасағанды, гүл өсіргенді, достарымен кездескенді. Олжас не істегенді ұнатады? Көлік жүргізгенді, пианинода ойнағанды,
табиғатта демалғанды, тамақ пісіргенді. Достар, если вам нравится такой материал, поставьте, пожалуйста, лайк и не забудьте подписаться, чтобы поддержать канал и чтобы не пропустить новые уроки. Заранее спасибо. Сау болыңыздар.